Сәлем достар, қош келдіңіздер. Менің есімім Эльмира фудблогер боламын. Менің арныма қош келдіңіздер. Мені қолдап, тіркеліп қойсаңыздар болады. Бүгінгі дайындайтын ең керемет, яғни езілмейтін қамыр дайындаймыз. Көбісі жұмыртқамен дайындайды, ал мен өзім көбінесе жұмыртқасыз дайындаймын. Бізге керегі ұн. Өздеріңіз қалауынша ұн қосасыздар, яғни күлшеңізге байланысты. Мен бүгін 2 күлше жасаймын. 2 күлшеге маған 400-500 грамдай ұн жетеді. Оған жарты шай қасық тұз және су керек. Бар болғаны 3-ақ құрал. Яғни тұзымызды иілгіштен өткен ұнның үстіне саламыз және суымызды құйып жаймен араластырамыз. Қамырымызды жаймен біріктіреміз. Суды көп құюға болмайды. Суды көп құйған сайын қамырымыз жұмсарып, яғни былжырақ болып кетеді. Яғни ол езіліп кетеді. Қамырды пісіргеннен кейін езіліп кетеді. Сондықтан суымызды аз-аздан құйып, нанымызды араластырып отырамыз. Осы әбден араластырып аламыз. Қамырымыз міне дайын болып қалды. Осы қамырдан 2 күлше дайындап, 10-15 минутқа табан астына салып демалдырып аламыз. Яғни қамырымыз біркелкі болу үшін. Қамырымыз біркелкі болғаннан кейін кәдімгідей оқтауымызды алып, нанымызды илей бастаймыз. Осындай біркелкі қамыр илеп аламыз, дөп-дөңгелек қылып жасап. Қарап тұрғандай, наным өте жұмсақ та емес, қатты да емес. Осылай қамырымыздың үстіне сәл ұн сеуіп, нанымызды оқтаумен жаямыз. Осылай әбден жайып аламыз жұқарғанша. Екінші күлшемізді осылай жайып аламыз. Көріп тұрғандай, мынандай эластичный қамыр шығады. Ұнымызды азырақ салып тұрсаңыздар, осындай керемет қамыр шығады. Міне көріп тұрғандай, бірінші қамырымызды міне бір-біріне жабыспайды, эластичный болып шығады. Осы 2 күлшені осылай бірдей қылып жайып, 3 бөлікке бөлеміз. Бір-бірінің үстіне қойып, қайтадан бөліп аламыз. Мен бүгін ет асып жатырмын. Етім дайын. Етім дайын менің. Мынау қазы, ескі рецептпен жасалған
қазы, яғни ішіне сүйегімен қосып қазы дайындадық. Міне қайнап тұрған сорпаға жаңағы дайын күлшемізді салып 5-7 минут қайнатып аламыз. Пісіріп аламыз да. Барлық 2 күлшемізді осылай салып аламыз. Біртіндеп салған дұрыс, яғни бір-біріне жабыспайтын болады. Жылқының сорпасы бетіне майы шығып тұр, сап-сары болып. Сүрленген сорпа. 5-7 минутта қайнатып, осылай табамызға түсіріп аламыз. Барлық қамырымызды түсіріп алып, сәл суытып, міне көріп тұрғандай қамырымыз еш жабыспады да, езілмеді де. Осылай қамыр жайып үйренсеңіздер болады. Керемет қамыр шығып тұр. Міне бір-біріне жабыспай. Артық сорпаларымыз болса алып тастауға болады. Бұл қамырға май араластырмасақ та болады. Бір-біріне жабыспаған, көріп тұрғандай. Міне кешкі асымыз дайын. Ас болсын.